Tayyorda bir söylеген sözünde elimizin prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bizde қазіргі жүріп жатқан өзгерістер ешқашан тоқтата алмайды, оны ешкім де тоқтата алмайды деп сөйледі. Біз жаңа Қазақстанды құрып жатырмыз. Бізде жаңа адамдар, жаңа конституцияны қабылдадық. Енді ескі Қазақстанға ешқашан қайтып оралмаймыз деген әңгімелерді айтты. Енді осыны шынтуайттап былай қарайтын болсақ, бәлендей бір Назарбаевтың кезіне бері қарай өзгеріп қалған нәрсені көре алмаймыз. Бәрі сол қалпында тұр. Кедей халық сол кедей, жағдай көтеріліп кеткен жоқ. Жұмыссыз адамдар сол жұмыссыз. Ең төменгі айлық 50-60 мың төңірегінде 85 мыңға көтерді. Бұрын көптеген заңдар шықпаған кезінде мына жай адамдар, жұмыссыз адамдар әртүрлі жолдармен ақша табуына мүмкіндіктер бар еді. Ол мүмкіндіктердің бәрі жабылды. Ауыл шаруашылығына жасалатын жеңілдіктер, кішкентай микрокредиттер қазір жоқ. Ауыл шаруашылығындағы мына шенеуніктердің жасап жүрген түрлі құйтырқылықтарын әшкерелеп жүрген бір Садырбаев деген азамат бар, оны апарып жауып қойды. Оның ешқандай қылмысы жоқ дейді, бірақ отыр. Ал енді қандай өзгеріс сонда бізде? Бізде сол уақыттың ағымымен өтіп жатқан қазақстандықтардың тіршілігі. Енді өсіп жатқан жаңағы азық-түлік тауарларының бағасы шарықтап кетіп бара жатыр. Ал енді пенсияға, әлеуметтік төлемдерге қосылатын қаражаттар оған ілесе алмай отыр. Енді сонда қай өзгерісті айтып тұрғанын мен өз басым түсіне алмаймын. Бәлендей бір өзгерістер жоқ әлі. Өзгерістер жоқ. Әлеуметтік заң саласында да ешқандай өзгерістер жоқ. Назарбаевтың кезіндегі депутаттар бір түрлі, Тоқаевтың кезіндегі депутаттар одан да бір түрлі. Олардың бір цирктің клоундары сияқты. Түске дейін былай сөйлеп, түстен кейін былай сөйлеп, қазір былай сөйлеп кетіп, 1-2 сағаттан кейін басқа жерге басқаша сөйлеп жүреді. Bir türlü адамдар. Ал енді осындай жағдайда тұрып, біздің жаңағы өткенмен үзілді-кесілді ат құйрығын кесістік деп айтуға бола ма? Сол сотталып жатқан шенеуніктер, сол парақорлық, сол жемқорлық сол күйінде тұр. Мына ұлттық қауіпсіздік комитетіне беріп қойды. Нені апарып жемқорлықпен күресті. Бұрын жемқорлықпен күресетін бір комитеттер болушы еді. Мына антимонопольный комитет деген болатын. Өткенде бір заң шығарып, мына мемлекеттік қызметтегі адамдар жеке бизнеспен айналысуға болмайды деп неше күн телевизордан қақсап еді. Бірақ сол бетінде әлі айналысып жүр олар. Ешқандай бір заң ештеңені көріп тұрған жоқпыз. Мына ата заңымыздың қандай кемшіліктері болғанын айттық. Оны құлағына ілген жоқ, қабылдатып жіберді. Ал енді алдағы келе жатқан сайлауларды халық тосып отыр. Оның қандай болатынын олар қазірден бастап айтып жатыр. Сонда енді бұлардың қандай өзгеріс туралы айтып отырғанын мен өз басым түсінбеймін.
кандай жаңа Казакстан бар экенин мүмкүн мен дурус карамай турган чыгармын. Сиздер айтып жиберсеңиздер дурус болар эди.